Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз алда келе жатқан 1 наурыз алғыс айту күніне арнап осындай суретке түсетін фоторамканы картоннан фетр матасынан жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай кез келген картонды аламыз және осылай ішін қиып тастап жиегіне рамка етіп қалдырамыз. Міне, жиегі бізде дайын болды. Енді осының бетіне көк түсті фетрдан рамкамен бірдей етіп қиып, ыстық клей арқылы қаптап жабыстыратын боламыз. Міне, қаптап жабыстырып алдым. Бұл көк түс бізде көк туымызды білдіретін болады. Енді сары түстен осылай күннің бейнесін, шуақ шашып тұрған күннің бейнесін бейнелейтін боламыз. Ал күніміздің дөңгелек жерін шаңыраққа ұқсатып бейнелейтін боламыз. Осылай ыстық клей арқылы барлығын жабыстырып алатын боламыз. Енді жасыл, ашық түсті жасылдан бәйшешектің 1 наурызда гүлдейтін бәйшешекті бейнелейтін боламыз. Осылай екі жағына 3-3-тен қиып жабыстырып шығатын боламыз. Ақ фетрдан бәйшешегіміздің гүлдерін жасаймыз. Енді қызыл фетрдан немесе қызыл жылтырақ помераннан мың алғыс немесе рахмет деген сөздерді фетрдан әріптерді жеке-жеке қиып алып жабыстырсаңыздар болады. Сол кезде бізде өте әдемі, мағыналы фоторамка дайын болды. 1 наурыз алғыс айту күніне арнап осылай суретке түсуге болады. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.